2016 жыл. Менің өмірімнің жаңа тарауы дәл сол күні басталды. Мен үлкен қалаға келдім. Жүрегімде үміт, жанымда жарым болды. Біз бәрін нөлден бастадық, бірақ арманымыз ешқашан нөл болған емес. Кішкентай пәтер, үлкен жоспарлар және бір-бірімізге деген сенім. Біз бірге болғанда кез келген бастама күшке айналатынын түсіндік. Алғаш рет мектеп есігін ашқан күнім әлі есімде. Сол күні мен өз орнымды таптым. Өз жолымды таптым. 39 гимназия менің тағдырымды өзгерткен мекенге айналды. 2020 жыл біз үшін жаңа белес болды. Біз үлкен шешім қабылдадық. Жайнақ ауылынан жер алып, болашағымыздың іргетасын қаладық. Бұл тек үйдің іргетасы емес еді, бұл біздің арманымыздың алғашқы нақты қадамы болатын. 2021 жылы біз үмітті қайта құшақтадық. Біз сенуді тоқтатпадық. Біз күттік, сендік, дұға еттік. Содан кейін өміріміздегі ең жарық күн келді. 2022 жылдың 8 қаңтары. 10 жыл күткен арманымыз орындалды. Ұлымыз дүниеге келді. Сол сәттен бастап біздің әлеміміз өзгерді. Бақыттың қандай болатынын біз сол күні шын түсіндік. Бүгін, Аллаға шүкір, біздің шаңырағымыз бар. Біздің бақытымыз бар. Біздің ең үлкен сыйымыз 4 жасар ұлымыз бар. Мен тарих пәнінің мұғалімімін. Бұл менің жүрегім таңдаған жол. Мен артқа қарамаймын. Өйткені менің жолым алда. Өйткені мен армандаған өмір бүгін менің шындығым.